Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жұмыртқамызды салып, оған 300 мл еріген сары майымызды құйып, ұнымызды аз-аздан салып араластырып отырамыз. Бізге жалпы 500 граммда 520 грамм арасында ұн керек болады. Дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп, салапанға салып, мұздатқышқа салып, 2,5 сағатқа қойдым. Қатқан қамырды үккіштен өткізіп аламыз. Міне қызарып, толық пісіп шықты. Ыдысқа салып, суыған соң қолмен мыжып үгітеміз. Міне екінші бөлімі де пісті. Мынау соңғы үшінші бөлігі. Оны да суыған соң қолмен мыжып ұсатамыз. Енді 300 мл сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді өзіміз қалаған формаға салып, муравейникті жасаймыз.
Mine muravinligimiz dayın. Betine sendік үшін кокосовая стружканы септім. Өте дәмді болды. Балаларыма қатты ұнады. Сізге қажет ингредиенттерді описание бөліміне жазып беретін боламын. Егер рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Қазақ тіліндегі каналдардың дамуы үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.